Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге еті жұмсақ болып пісетін, өте дәмді қой етінен жасалатын қуырдақтың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал кеттік ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге қойдың еті керек. Мен барлығын жақсылап осылай турап алдым. Осылай ірі қылып турап алдым. Себебі піскен кезде кішкене кішірейеді. Сондықтан осылай турап дайындап алдым. Сосын бізге өкпе, бауыр және жүрек қажет болады. Солай қосып жасаса өте керемет болады. Енді етіміз туралғаннан кейін өкпені және жүректі жақсылап осылай турап алдын ала дайындап аламын. Мен барлығын қатты үлкен емес, немесе кіші емес, орташа қылып барлығын турап дайындап алдым. Енді осы туралған өкпе мен жүректі ыдысымызға салып дайындап аламыз. Содан соң бауырымызды да дәл осылай тураймыз. Бауырымыз тез пісетіндіктен соңына қарай саламыз. Сондықтан бұны бөлек ыдысқа салып қоямыз. Мінекей барлығын турап алып, енді ыдысыма салып аламын. Мінекей барлығын дайындап қойдық. Енді отымызға қазанымызды қойып, сұйық майымызды құйып, майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Әрине ошаққа пісіргенге жетпейді, бірақ қалада тұрғандықтан осылай газға пісіреміз. Етімізді жақсылап салып, үстіне жаңағы жүрек пен өкпені қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде араластырып отырамыз. Жақсылап қызарғанша қуырыламыз. Суы тартылып, қызарып қуырылады. Сондықтан 10-15 минут шамасында жақсылап қуырамыз. Сол кезде етіміз жақсы болып піседі. Мінекей біздің етіміз қызарып, толықтай кішкене суы тартылып, жақсы болып қалды. Енді осының үстіне пиязымызды алдын ала дайындап туралған пиязымызды салып аламыз. Және тағы да қуырып алатын боламыз. Пияз бен етіміз кішкене қызарып қуырылсын. Татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан араластырып осылай қуырамыз. Мінекей біздің пиязымыз да, етіміз де жақсылап қуырылды. Енді үстіне туралған картопты саламыз. Картопты салғаннан кейін татымына қарай кез келген дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен осылай универсальный приправа қостым және лавр жапырағынан 1-2 дана қостым, әдемі дәм беру үшін. Және барлығын жақсылап араластырып 10-15 минут шамасында қуыратын боламыз. Міндетті түрде бетін жауып қуыратын боламыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін қазанымыздың үстіне жаңағы картоп бәрі пісуге жақын қалды. Сол кезде бауырды саламыз. Бауырды жақсылап жуып, қайта жуып жақсылап салыңыздар. Сосын татымына қарай тұзымызды салып, тағы да бір 10-15 минутқа отқа қалдыратын боламыз. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Қараңыздар, біздің қуырдағымыз дайын, өте керемет, еті де толықтай жұмсақ болып пісті. Картопымыз да қатты езілген де жоқ, жақсылап пісті. Міндетті түрде дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және достар, каналымда көптеген тағамдардың, тәттілердің, қыстық банкалардың рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.